Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Солай болса студиямызда қонағымыз. Естеріңізге сала кетейік, бірер күннен соң халықаралық музей күні аталып өтіледі. Осы мерекенің қарсаңында біз студиямызға Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетіндегі музей жетекшісі Сейтжанова Гаухар Маралқызын шақырған болатынбыз. Қош келдіңіз студиямызға. Келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Олай болса, алдымен осы халықаралық күннен бастасақ, осы күннің тарихы жөнінде кішкене айтып кетсеңіз, мерекелеріңізді қалай атап өтесіздер, кәсіби мерекелеріңізді? Қайырлы таң, рахмет. Біздер енді музей қызметкерлері болғасын, міндетті түрде кәсіби мерекемізді тойлаймыз. Ол 18 мамыр халықаралық музей күні. Бұл жағағы бүкіл әлемде өтетін мереке. Себебі 1977 жылы бас конференцияда халықаралық кеңес музейлер кеңесінде бұл 18 мамыр халықаралық музей күні тағайындалған болатын. Содан бері 1978 жылдан бастап әлемде осы мереке тойлануда. Біздер енді өзіміз сол Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің жанынан құрылған музейіміз, бізді осы мерекеге атсалысамыз. Енді өзіңіздің осы музей туралы айтып кетсеңіз, музей қорында қандай деректер бар, материалдар сақталған, жалпы енді неше жылдан бері қызмет етіп келе жатыр осы музей? Тарихы жөнінде айтсаңыз. Біздің енді университетіміздің 3 бірдей музейі бар. Ол енді 67 жылдық тарих бар, анатомиялық музейіміз бар. Және біздің өзіміздің университеттің тарихи музейі, яғни осы музейдің жетекшісі болып табыламын мен. Біз енді жас музейіміз, небәрі бізге 25 жыл. Және 45 жылдық тарихы бар, әскери даңқ музейі де бар, себебі бізде әскери кафедрамыз бар. Ал енді жұмыс барысын айтатын болсақ, біздегі көптеген шаралар өтіп тұрады. Ол жаңағы қонақ қарсы алу, визитинг бағдарламасы, содан мына енді басқа музейлермен де тығыз байланыс орнатып, көптеген сондай музей түні дейміз, солардың бәріне қатысып тұрамыз. Ал енді жәдігер бойынша айтатын болсақ, осы біздің университетіміздің тарихи музейінде көбінесе ол директор, біздің түлектер, біздің ұлағатты ұстаздар, біздің жағағы осы әлемге, республикамызға әйгілі профессорларымыздың тарихы, солардың жеке заттары жәдігер ретінде сақталуда. Оның бәрі сол біздің музейіміздің қорында және музейдің өзінде экспозиция ретінде жәдігерлер орнатылған. Жалпы музей барлық осы университет студенттері үшін әрдайым ашық қой. Студенттердің тарапынан қызығушылық бар ма жалпы? Музейге жиі келіп тұрады ма? Дамуға, көруге, әлде арнайы бір күндерді ұйымдастырасыздар ма ашық есік күні ретінде? Біздер енді жоспар бойынша жаңағы бірінші курс студенттеріне арнайы 2 этапты жаңағы экскурсия ұйымдастырамыз. Ол біздің жаңағы адаптация дейміз, сосын өзінің оқып жатқан, жаңа келген студенттері өзінің оқып жатқан университеттің тарихын міндетті түрде білу керек, танысу керек. Сондықтан осындай экскурсиялар ұйымдастырып тұрамыз. Ол сол жаңағы күз мезгілінде, сосын көктем мезгілінде болады, ашық есік күндері. Және де бізде басқа өзге жаңағы университеттен жоғары оқу орындарында студенттеріне арнайы экскурсиялар ұйымдастырылады. Мектеп оқушыларына да экскурсиялар қарастырылған. Енді биыл болатын музей түніне сіздер де қатысасыздар ғой? Иә, біз енді көбінесе сол жағағы біздің Ақтөбе облыстық мемориалдық жағағы Әлия музейімен бірлесе жұмыс жасаймыз. Бірнеше жылдан бері тәжірибе алмасу барысында көптеген шаралар өткіздік. Алдыңғы жылы Халида Маманованың 105 жылдығына да осындай дөңгелек стол жасаған болатынбыз. Енді қазіргі таңда біз сол өзі сол музей қызметкерлері сол күнгі ертең 18-не болатын шараға сол музеймен бірлесе дайындық үстіндеміз.
Енді осы музейдің жылдан жылға, яғни дамуына, жалпы материалдық қажеттіліктеріне университет тарапынан қандай қолдау бар? Енді біздің университеттің басқарма төрағасы ректор Қалиев Әсет Аскерұлының бастауымен біздің университет әкімшілігі әрқашанда біздің музейге қолдау көрсетеді. Себебі жаңадан экспозициялар ашылуда. Біз міне 27 мамыр күні бір үлкен жоспарымыз бар. Біздің профессор Каримов мырзаға сондай экспозиция ашылу жоспарлануда. Соған да сол жаңа экспозиция жасау, өзіміздің музейдің керек жарақтарын алу, сосын жаңағыдай біліктілікті арттыру мақсатында осы музей қызметкерлерін іс-сапарларға, жазғы мектеп дейміз, мастер-класс дейміз, көптеген семинарларға қатысуға көмек көрсетеді. Қаражат бөліп тұрады. Ал жалпы музейдің өзінің материалдық қажеттіліктеріне, яғни жаңа айтып жатырсыз ғой, экспозициялардың ашылуына деп, енді жаңартуға, оның барлығына қарастырылған. Иә, ол себебі біздер жылдың басында өзіміз жаңағы финансовый план дейміз, соның бәрін жоспарлаймыз, оны қарастырамыз. Бір жылда бірнеше экспозиция ашылуы мүмкін. Экспозиция көптеген қаражатты талап етеді, себебі әрбір жәдігерге, әрбір экспозицияға көптеген жаңағы керекті нелер алу керекпіз, сондықтан қаражаттың бәрі тек университет тарапынан бөлініп тұрады. Жалпы енді биылдың өзінде жақында жаңадан ашылған қандай экспозицияларыңызды атап өтіп аласыз? Биыл енді осы алдымыздағы жоспарлап отырған экспозициямыз. Содан кейін алдыңғы жылы біз үлкен жаңағы экспозиция ашқан болатынбыз. Ол біздің әлемге әйгілі нейрохирург, біздің университетіміздің мақтанышы, түлегіміз Серқуандықұлы Ақшолақовтың экспозициясын ашқан болатынбыз. Үлкен сондай шара өтті. Сол кезде де бәр жаңағы қаражаттың бәрі сол университет тарапынан бөлінген болатын, және сол медицина күніне арнайы сол алтын кітап есімдері, құрмет кітабын орнатқан болатынбыз. Соның өзі де жаңағы скульптор дейміз, басқа да сол жаңағы қызметтеріне қаражат бөлінген болатын. Жалпы деректер қоры, жәдігерлер ең ескісі қай жылдардан бері? Біздің өзіміздің сол университетіміздің тарихи музейі сол 40 жылдық мерейтойға ашылған болатын 1997 жылы 3 қазан күні. Сол кезде сол алғашқы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі сол бас ғимаратты ашқан болатын. Сол кездегі суреттер және сол кісінің жаңағы пайдаланған қаламсалғыш дейміз, қаламы дейміз, солардың бәрі түпнұсқа болып бізде жәдігер ретінде сақталған. Түсінікті. Енді сіздің музейді тек қана университет студенттері ғана көре ала ма, әлде арасында, яғни бүкіл ақтөбеліктердің де, қала қонақтарының да көруге мүмкіндіктері туындай ма? Мүмкіндік бар ма? Иә, мен жаңа айтып кеткендей, өзге университеттің студенттеріне және оқушыларға бізде арнайы экскурсиялар ұйымдастырылып тұрады, және де біздің енді үлкен оқу ордамыз қазіргі таңда әлемге әйгілі оқу орданың бірі болғасын, бізде өзге елдің де жаңағы қонақтары келіп тұрады. Оның ішінде біздің өзіміздің республикамызға әйгілі дәрігерлеріміз, профессорларымыз келеді. Солардың бәріне осы университеттің тарихымен таныстыру мақсатында және сол кісілерді қарсы алу мақсатында бізде экскурсиялар ұйымдастырады. Сосын жаңағы визитинг дейміз, ол енді мына сырттан келген студенттеріміз, ол жаңағы Мәскеу болсын, Уфа болсын, басқа да елдің студенттері бізге арнайы келеді. Оларға да солардың тілдерінде, өзге тілде экскурсиялар ұйымдастырылып тұрады. Өте жақсы. Енді осы мереке келе жатыр, 18 мамыр, алда халықаралық музей күні аталып өтіледі. Осы мерекеде енді музей түнінен басқа қандай шара тағы да жоспарланып отыр? Өздеріңіздің университеттеріңізде, мүмкін сіз тарихи музейдің жетекшісімін дедіңіз ғой, мүмкін басқа музейлерде, әскери музейде қандай шаралар ұйымдастырылады?
Енді кеше осы әскери даңқ музейімен, біздің музей, енді ол бір музей болып саналады, солар бірге және де әскери кафедрасымен бізде өзіміздің баспа орталығымыз бар, редакциялық, сол бөлімдердің бәріміз кеше ғана осындай жаңағы отан қорғаушылар 9 мамыр деген сияқты жаңағы арнайы ұшпу хат мереке шарасын өткізген болатынбыз, патриоттық. Сондай шаралар ұйымдастырылып тұрады, олар бәрі жоспарда. Енді қазіргі таңда біздің назарымыз бүгінгі ертеңгі болатын музей түніне ары қарай, сосын ашық есік күні, сол және де ертең болашақта міне жазғы мезгіл келіп жатқасын біздің түлектеріміз келе бастайды. Ол жаңағы 40 жылдық, 60 жылдық мерейтойға арнайы жиналған біздің түлектерімізге біз арнайы сол экскурсияларды ұйымдастырамыз. Түсінікті. Яғни сіздің университетті бітіріп кеткен түлектер ғой, бұрын соңды, жақсы. Олай болса, мереке қарсаңында әріптестеріңізді құттықтап өтсеңіз болады бүгінгі эфирді пайдаланып. Енді барша музей қызметкерлерін келе жатқан халықаралық музей күнімен шын жүректен құттықтаймын. Себебі қазіргі таңда осы халқымыздың рухани қазынасын бүгінгі күн мен ертеңгі күнді бірлестіріп отырған музей қызметкерлері сол кәсіби шығармашылық жетістік тілеймін, тек жұмысының табысты болсын, жемісті болсын. Олай болса, мен де сізді келе жатқан мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Арнамыздан алыстамаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады.